Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін біз Қажымұқан бабамыздың басынан өткен оқиғалар туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Қажымұқан қылшылдап тұрған жас шағында шетелдік сапарларының бірінен елге оралады. Дүние жүзінде тең келетін палуан табылмай, атағы дүркіреп тұрған шағы. Халық Қажымұқан келді деп бір көруді ойлап, жан жағынан қаусырып шықпайтын көрінеді. Қоянды жәрмеңкесінде жүрген сондай қызықты күндердің бірінде бір қиқар шал палуанның алдын кес-кестеп, тілімен шағып алыпты. Қымызға қызып лепіріп келе жатқан палуан жастықтың буымен әлгі шалдың өңірінен қаусыра ұстап, кигіз үйдің төбесінен лақтырып жіберіпті. Кигіз үйден домалап түскен шал, мен бұған көрсетейін деп, Иман Жүсіпке арызданып барыпты. Иман Жүсіп өзінен үлкен адамның жағасынан ұстағанын естіп, қатты ашуланыпты. Көпшіліктің ортасында жүрген Қажымұқанды көріп, «Ей, ит, үлкен адамға неге қол көтересің?» деп, палуанды ту сыртынан қамшымен тартып жіберіпті. Иман Жүсіпте бойы 2 метр, өгіздің 4 қабат терісін бір тартқанда қақ бөлетін қамшыгер адам болған деседі. Күтпеген жерден осып өткен ащы қамшының екпінінен палуан жерге құлап түседі. Қартайған шағында Қажымұқаннан, сонда Иман Жүсіп сізді қаттырды ма деп сұраса, жоға, қаттырса өліп қалар едім ғой, ағам болғасын аяғаны ғой деп күліпті. Міне кішіпейілділік, ол ешқашан өзінің халқынан биік болмапты. Жарты әлемді араласа да қазақтың салт дәстүріне мойын сұныпты. Өз ағаттығын түсініп, жасы үлкенді аға деп сыйлаған екен. Иман Жүсіп дүниеден өткен шағында Қажымұқан бабамыз жылап отырып, арқамыздан сипайтын ағамыз да өтті өмірден деген екен.